Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен Феруза, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге 15 минутта дайын болатын ашытқысыз шелпектің рецептімен бөлісетін боламын. Жұмсақ әрі өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін көріп, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Рецепт ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Комментарийге алдағы уақытта қандай рецепттер күтесіздер, жаза кетіңіздер. Шелпекті дайындау үшін бізге 200 грамм сүтке 2 жұмыртқаны салып, және де 2 ас қасық қант, жарты шай қасық тұз салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ұнды шетінен сала отырып, қамырымызды илеуді бастаймыз. Бастапқы кезде осылай венчиктің болмаса қасықтың көмегімен араластырып, енді қолымызбен арасында ешқандай түйіршік қалмайтындай етіп, үйі қанғанша қамырымызды илеп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Енді бетін 10 минутқа жауып, үйі қанғанша қойып, осылайша бөліктерге бөліп аламыз. Менде барлығы 11 дана шелпек шықты. Енді осыларды қолымызбен осылайша дөңгелекшелеп формаларға келтіріп аламыз. Бетін жауып қойып, шетінен ала отырып, шелпектерімізді жаюды бастаймыз. Міне осылайша кішкене ғана ұн себелей отырып, шелпектерімізді жаямыз. Міне осындай қалыңдықта болу керек. Енді алдын ала қызып тұрған майда бір жағын 10 секундтай пісіріп алсаңыздар болады. Бірақ маған қызарып піскен ұнайды, сол себепті көбірек ұстадым. Май қатты қызып тұрмаса, шелпектер майды сіңіріп алады. Өте дәмді жұп-жұмсақ шелпектеріміз дайын болды. Міне осылай 15 минутта ашытқысыз шелпектер дайындауға болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, менің каналымда осы шелпектермен қатар өте дәмді, жасалу жолы оңай әрі тез дайындалатын рецепттерді таба аласыздар. Алдағы уақытта шығатын рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.